Орталық Азияның биік шыңында Хан Тәңірі атты тау бар. Ол Қазақстан, Қырғызстан және Қытай шекарасында орналасқан. Бұл тау ерекше. Ол әсемдік пен батылдықтың мекені. Хан Тәңірі Тянь-Шань тау жотасындағы шың. Тянь-Шань таулары әлемдегі ең биік таулардың бірі. Олар мыңдаған шақырымға созылып жатыр. Хан Тәңірі альпинистер үшін танымал орын. Көптеген адамдар өздерін сынамақ болып осы тауға келеді. Бұл тау жақын маңда тұратын адамдар үшін де маңызды. Ғасырлар бойы Хан Тәңірі күш пен қуаттың символы болған. Оның сұлулығы көрген жанның бәрін таң қалдырады. Кәне бұл керемет тау туралы көбірек білейік. Хан Тәңірі көптеген себептермен ерекше. Ол теңіз деңгейінен 7000 метрден астам биіктігімен танымал. Бұл солтүстік Америкадағы кез келген таудан биік. Тау сонымен қатар өзінің пішінімен де әйгілі. Хан Тәңірінің үшкір сүйір шыңы бар. Ол тастан және мұздан жасалған алып пирамидаға ұқсайды. Хан Тәңірі атауы жергілікті түркі тілдерінде рухтар патшасы немесе аспан иесі дегенді білдіреді. Бұл атау таудың айбынды бейнесін және оның шабыттандыратын күшін көрсетеді. Жергілікті халық Хан Тәңірінде рухтар мен құдайлар тұрады деп ұзақ уақыт бойы сенген. Тау көптеген адамдар үшін қасиетті орын. Хан Тәңірінің бай тарихы бар. Көшпенді халықтар мыңдаған жылдар бойы таудың маңында өмір сүрген. Олар өз малдарын оның беткейлерінде жайып, оның рухтары туралы әңгімелер айтқан. Ғасырда еуропалық зерттеушілер Тянь-Шань тауларына келді. Олар Хан Тәңірінің сұлулығына таң қалып, оған шығуға шақырды. Шыңға алғашқы сәтті көтерілу 1931 жылы болды. Бүгінде бүкіл әлемнен адамдар Хан Тәңіріне шығуға келеді. Бұл қиын және қауіпті көтерілу. Бірақ көпшілік үшін бұл өмірде бір рет болатын тәжірибе. Хан Тәңірі Орталық Азияның табиғи сұлулығы мен мәдени мұрасының символы. Ол өткенді және бүгінді байланыстырады. Хан Тәңірінің ауа райы қатал. Ол тез өзгеру мүмкін. Температура тіпті жазда да 0-ден төмен түсуі мүмкін. Қатты желдер мен борандар жиі болып тұрады. Хан Тәңіріне шығу өте қиын. Бұл батылдық пен шеберлікті қажет етеді. Көптеген альпинистер шыңға жетуге тырысты, бірақ бәрі бірдей сәтті болған жоқ. Кейбір альпинистер апатқа ұшырады, немесе ауа райының қолайсыздығына байланысты кері қайтуға мәжбүр болды. Қауіп қатерге қарамастан, батыл саяхатшылар Хан Тәңірінің сұлулығына және оның қиындығына қызығады. Хан Тәңірі жай ғана тау емес. Ол табиғаттың қуатты және әдемі екенін еске салады. Ол бізге құрметтің, батылдықтың және армандарға ұмтылудың маңыздылығы туралы үйретеді.